Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қатты ащы огонек жасайтын боламыз. Аджика тек қана ащы бұрыштан ғана жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Қыс мезгілінде ет тамақтармен жегенге өте күшті болады. Ол үшін бізге осындай ащы бұрыштарымызды ашмай тұрып жуып тазалап аламыз. Одан кейін бас жақтарын кесіп алып тастаймыз. Мінекей барлығын кесіп алып тазалап алдық. Енді осыны ет тартқыштан тартып аламыз, немесе блендермен де езе салсаңыздар болады. Шоппермен де өткізуге болады. Мен осындай мясорубкамен, ет тартқышпен өткізіп алдым. Мінекей барлығын өткізіп алғаннан кейін тұз себеміз. Одан кейін сәл ғана шит майды сеуіп, барлығын жақсылап араластырамыз. Болды, басқа артық ешқандай зат қоспаймыз. Банкілерімді стерилдеп алдым. Таза стерилденген банкімізге осылай аджикамызды сала саламыз да, бетін бұрап жауып қоясыздар. Менде осындай кішкентай банкілерден 3 банка шықты. Мінекей осы банкілерімізге салбағаннан кейін жаңағы шит майдың ішінде қалған, ыдысында қалған шит майымызды осылай бетіне себе салдым. Мен банкымызды бұрап жаба саламыз. Қыс мезгілінде өте күшті болады. Қамыр тамаққа қосып жегенге. Жасап көріңіздер, ас болсын.